Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, қазақстандық бауырлар. Елбасы Тоқаев мырза және ішкі істер, сыртқы істер министрлігі, біріккен ұлттар ұйымы барлықтарыңыздан мынау шекараны бұзып өткен Қастер мен мұрагері екеуіне Қазақстан азаматтығын беруін және олардың босқын мәртебесін беруін өтінеміз. Ол екеуі жалпы барлық Қытайдағы болып жатқан зұлымдықты, Қытайдың жасырып жатқан зұлымдығын әшкерлеу үшін қашып келді олар. Өздерінің басын сауғалап келіп отыр. Қазақстаннан бізден баспана сұрап, кейінгі ұрпағы деп қашып келіп отыр. Соларға босқын мәртебесін беріңіздер. Биліктегі ағалар, көкелер, қашанғы Қытайды жақтай береміз? Қашанғы Қытайға жалтақтап, Қытайдың артын жалай береміз? Бізде бір өз алдымызға елміз ғой, егеменді елміз. Тәуелсіздік біз деп қоямыз. Бізден ұялмасақ та, мұны бүкіл халықарадан ұялайықшы, мұны қырғыздардан ұялайықшы, қырғыздардан, өзбектерден ұялайықшы. Олар не істеп жатыр, біз не істеп жүрміз? Bir uaq халықты тыңдаңыздар. Халықпен бірге жұмыс істеңіздер, жұмыс жасаңыздар. Бұл қазір өте ұятты нәрсе, мынау екі жігітімізді соттасақ, және оларға босқын мәртебесін бере алмасақ, бізге үлкен сын болады. Халықты бұлай қинап, қыса бермеңіздер. Халықты қаншалық қыссаңыздар, топырақты, құмды қанша қыссаңыздар, саусақтың арасынан қашадық. Қанша қысқан сайын. Сол үшін біраз ойланайық. Қастер мен мұрагерге босқындық беріңіз.